Біздің заманымыз ақпарат ғасыры. Сондықтан қазір ғаламтор жүйесі барлық жерде қосылған. Қай жерде жүрсек те, әлемде не болып жатқанын жылдам біліп отырамыз. Мен 5-ші сынып оқып жүргенде ғаламтор клубтарына жиі баратын едім. Былтыр әкем біздің үйге де ғаламтор желісін қосты. Сондықтан мен қазір ғаламтор клубтарына бармаймын. Қажет ақпаратты үйде отырып тауып аламын. Мен ғаламторды үй тапсырмаларын орындағанда көбірек пайдаланамын. Әсіресе реферат, жоба жұмыстарын жазғанда өте көп қараймын. Бірақ ешқашан дайын материалдарды көшірмеймін. Өйткені көшіру мәдениетке жатпайды. Қазір мен ғаламтор арқылы ағылшын тілін үйреніп жүрмін. Ол үшін ғаламтордан аударма, түсіндірме сөздіктерін пайдаланамын. Қазақ тілінен сабаққа дайындалғанда аударма сөздіктен жеке сөздердің аудармасын қараймын. Ал түсіндірме сөздіктен түсініксіз сөздердің мағынасын іздеймін. Ғаламтордан өзіме қызық онлайн кітаптарды оқимын. Кейде кино, мультфильмдер көремін. Бірақ компьютерде көп отырмауға тырысамын. Ата-анам да көп отыруға рұқсат етпейді. Себебі компьютерде көп отыру денсаулыққа зиян. Компьютерді күніне 2 сағаттан артық пайдаланбаған жөн.